Неге адамдар өз-өзіне қол жұмсағысы келеді? Оның бір негізгі себебі бар. Ол адамның жүрегінің түбінде жақсылықтан үміті жоқ. Ол бұл дүниеде бақытты бола алатынына, арманына қол жеткізе алатынына, жалпы жақсылықты бұл дүниеден, мейірімді сезіне алатынына сенімді емес. Сенімді емес, тіпті мүлдем үміті жоқ. Адамды сындыратын ол қиындықтар мен проблемалар емес. Адамды сындыратын ол жақсылықтан үмітінің жоқтығы. Тіпті бұл дүниеде жақсылық, мейірімділік бар екенін біле тұра, мойындай тұра, адам өзін сол мейірімге, жақсылыққа лайықтымын деп сезінбейді. Сол себепті ол қиындықтарды сылтау етіп, өз өмірімен қош айтқысы келеді. Бірақ менің айтарым, сіз қандай қиындыққа жолықсаңыз да, қандай проблемалардан басыңызды көтере алмай жатсаңыз да, міндетті түрде барлығы қалпына келеді, барлығы жайғасады, барлығы дұрысталады. Ең бастысы, жақсылықтан үмітіңізді үзбеңіз. Сіздің бақытты болуыңызға құқығыңыз бар. Сіздің Құдайдан көмек сұрауға құқығыңыз бар. Және сол көмекті дер кезінде алуға құқығыңыз бар.